Ағылшын тілін үйрену 33-ші сабақ. Осы сабақта біз ағылшын тіліндегі gerund, қазақша айтсақ герунди деген ұғыммен танысамыз. Ол деген не? Герунди деген етістіктен зат есім жасау дегенді білдіреді. Яғни етістіктен жасалған зат есімдердің барлығын герунди деп айтады. Етістіктен зат есімді қалай жасаймыз? Өте оңай жасалынады. Бар болғаны мынандай етістіктерге ing деген жалғауды жалғаймыз. Мысалы, swim, swimming, read, reading, improve, improving, become, becoming, run, running. Қазақша аударатын болсақ, жүзу, жүзу, оқу, оқу деп аударылып жатыр. Бірақ мына сөздер етістікте есімдікпен бірге етістік болып жіктеледі. Ал мына swimming, reading, improving сияқты сөздер бұл сөйлемде зат есім ретінде пайдаланылады. Бұны орысша баламасы түсініктірек. Орысшада екі түрлі аударылады. Мысалы, плавать, плавание, читать, чтение, улучшать, улучшение, become деген становиться, becoming деген становление, run деген бегать, ал running деген пробежка немесе бег деп аударсақ болады. Яғни орыс тілде түсініктірек, қазақшада бірде аударылады, бірақ бірде аударылғанмен етістік бізде жіктеледі. Ал мына зат есім ретінде қолданылған жүзу, оқу дегендер зат есім болып пайдаланыла береді. Біз герундидің ағылшын тілінде пайдалануын мысалмен көрейік. Герундидің бірінші пайдаланылу түрі ол сөйлемнің бастауышы ретінде, яғни зат есім ретінде қолдану. As a subject of a sentence деген сөйлемнің бастауышы ретінде дегенім. Сонымен мысал, walking is good for your health. Жүру, жаяу жүру дейді, жақсы сенің денсаулығыңа. Walking is good for your health. Не жақсы? Walking, жүру жақсы дейді. Reading is my newest hobby. Оқу менің ең жаңа хоббиім. Improving your grades will take time. Сенің бағаларыңды жақсарту уақыт алады дейді. Не уақыт алады? Жақсарту уақыт алады. Яғни, мына жерлерде бұл сөздер етістік болып тұрған жоқ, зат есім болып тұр. Stealing is a crime. Ұрлау, қылмыс дейді. His favorite activity is reading. Оның ең жақсы көретін ісі ол оқу дейді. My preferred commuting method is biking дейді. Менің preferred деген артық көру дегенді білдіреді, ал commuting деген барып келу деген. Яғни мысалы жұмысқа барып келетін әдісім, method деген әдіс, яғни жолым дегені. Менің жұмысқа барып келетін ұнататын жолым ол жаңағы велосипед тебу дейді. Biking, яғни велосипедпен бару дейді. Sleeping is hard if you suffer from anxiety дейді. Sleeping деген ұйықтау, ұйқы, немесе ұйықтау қиын дейді. Егер сен suffer деген қиналсаң деген сөз. From anxiety. Anxiety деген уайым деп аударылады. Немесе үрей деп кейде аударылады. Яғни сондай бір уайымдайтын болсаң, содан қиналатын болсаң, онда ұйықтау қиын дейді. Басқа да мысалдар жасап көрейік. I have an interest in becoming a painter. Менде суретші болуға қызығушылық бар. Becoming a millionaire is a dream of many young people today. Миллионер болу бүгінде көптеген жас адамдардың, яғни жастардың арманы. Writing is important to me. Жазу, немесе жазба, маған маңызды. Giving speeches is hard for most people. Сөз сөйлеу деген деп аударсақ болады негізі. Ал жеке дара сөздерді аударатын болсақ, giving деген беру, ал speech деген жұрттың алдында сөйлеу дегенді білдіреді. Яғни сөз сөйлеу, көптеген жұрттың алдында сөйлеу көп адамдарға қиын дейді. Speaking English is necessary to work in a hotel. Ағылшынша сөйлеу қажетті қонақ үйде жұмыс жасау үшін. Having close friends is wonderful. Жақын достардың болуы өте тамаша нәрсе. She felt social work was her calling. Ол сезінді нені? Social work, әлеуметтік жұмыс was her calling. Calling деген орысша призвание деп аударылады, қазақша әуестілік немесе бейімділік деп аударсақ болады. Яғни оның әлеуметтік жұмыс ол жақсы көретін іс екенін ол сезінді деген ғой. The thing she hated most about school was getting up early. Оның мектеп туралы hated most дегені көп жек көретіні
thing деген заты, яғни мектеп туралы ең көп жек көретін нәрсесі дейді, ол getting up early, ерте ұйқыдан тұру деп аударылады. Сонымен біз мына жерде герундидің зат есім ретінде қолданылуын үйрендік. Егер біз мысалы осы сөйлемде герундиді пайдаланбай етістікті тікелей зат есім ретінде қолданатын болсақ, мысалы мына жерде ing-ді алып тастаймыз да, етістікті жасайтын болсақ, немесе міне still деген сөзде ing-ді алып тастап етістікті зат есім ретінде пайдаланатын болсақ, бұл грамматикалық дұрыс емес болады. Өйткені етістік бірден зат есім ретінде қолданылмайды, яғни жеке дара өзін біз қолдана алмаймыз. Осы ing жалқауы арқылы ғана біз оны зат есім ретінде пайдалана аламыз. Келесі пайдалану түрі ол after prepositions. Prepositions деген предлогтар деп аударылады. Қазақ тілінде предлог жоқ, өйткені қазақ тілінде сөздер жалғаулар арқылы септеледі, ал ағылшын тілінде, біз білетін орыс тілдерінде предлогтар қолданылады. Мысалы, ағылшын тілінде предлогтар in, on, to, before сияқты предлогтар. Егер біз осы предлогтардан кейін етістікті зат есім ретінде қолданатын болсақ, онда біз герунди арқылы қолданамыз. Мысал жасап көрейік. I drank a cup of coffee before leaving. Мен іштім бір кесе кофені кетерден алдын дейді. Неден алдын іштім? Before leaving. I drank a coffee дейді. Кетерден алдын дейді. He quickly resorted to begging. Resort деген жүгіну, begging деген қайыр сұрау немесе жалына сұрау деп аударылады. Жалына сұрауға бірден жүгіндім. Ол тез жүгінді деген сөйлем. Яғни мында before, to дегеннен кейін етістік қолданылып тұр, және ол герунди болып қолданылып тұр. Novels about growing up are popular among teenagers. Өсу, grow up деген адамдардың өсуі деп аударылады. Өсу туралы романдар атақты, сұранысқа ие деп аударсақ болады. Among teenagers, жасөспірімдердің арасында. Келесі сөйлем. I have an interest in becoming a painter. Менде қызығушылық бар. Неге? Суретші болуға. Егер біз мысалы мына жерде ing-ді алып тастаймыз, герунди емес, етістікті бірден қолданамыз. I have an interest in become a painter дейміз. Онда сөйлем дұрыс емес болады. Өйткені сөйлем аударылмайды. Яғни біз герундиді қолдану қажет. Біз етістік егер зат есім ретінде сөйлемде қолданылатын болса, онда герунди. Келесі. I forgive you for not telling the truth. Мен кешіремін сені не үшін? For not telling the truth. Шындықты айтпағаның үшін дейді. For дегеннен кейін мына герунди пайдаланылып тұр. Әрине бірден нотты жалғамай for telling truth деп айтуға да болады. Шындықты айтқаның үшін кешіремін, немесе айтпағаның үшін for not telling деп болымсыз түрде деп пайдалана аламыз. I always dream about winning the lottery. Мен әрқашан армандаймын не туралы? Лотерея ұтып алу туралы армандаймын дейді. The students were more focused on passing the class than on learning. Студенттер more focused дегені фокус қойды, көбірек фокус қойды, яғни көбірек концентрация қойды, көбірек көңіл аударды деп аударуға болады. Класстан өтуге, than on learning. Үйрену емес, үйренуге фокус қойған жоқ дейді. Үйренуге қарағанда, than on learning деген үйренуге қарағанда, осы класстан өтсек деп соған фокус қойды, соған көңілдерін аударды дейді. Келесі. When it comes to hunting deer, nobody is better than Leroy. Deer деген бұғы. Бұғыны аулауға келгенде, Леройдан басқа ешкім күшті емес дейді. I'm looking forward to going on holiday. Немесе he looks forward to meeting his cousins. Looking forward дегені, немесе looks forward деген бұл етістіктер асыға күту деп аударылады. Нені асыға күтемін дейді? Демалысқа баруды. Ал мында ол асыға күтеді бөлелермен немесе жиендермен кездесуді деп аударылады. Яғни міне to немесе мына жерде to қолданылып тұр. Мында on қолданылып тұр. Осы етістік, осы предлогтардан кейін етістікті қолданатын болсақ, зат есім ретінде, онда біз герунди арқылы пайдаланамыз. Қайталап айтамын, егер біз ing-ді алып тастайтын болсақ, онда сөйлем дұрыс емес болады. Тағы да мысалдар жасайық. Мысалы, I'm wary of going alone дейді. Мына сөйлемдерді қарайық. Бұл жерде
сын есім, сосын предлог келіп жатыр. Wary of, scared of, famous for, bored of, proud of, tired of сияқты осындай тіркестер бар. Wary of деген күдіктену дегенді білдіреді. Жалғыз баруға күдіктенемін дегені. I'm wary of going alone. My mom is scared of flying. Менің анам ұшудан қорқады. Мына is scared деген өте көп пайдаланатын тіркес. Қорқады деп аударылады. Менің анам қорқады неден? Ұшудан. He's famous for playing football. Бұл жерде де for, of сияқтыдан кейін мынау герунди келіп жатыр. Ол атақты не үшін? Футбол ойнағанымен атақты. They are bored of, олар зергіп тұр. Неден? Еш нәрсе жасамаудан. Зерікті деп аударсақ болады. They are proud of having worked hard дегені. Proud of дегені мақтану, мақтанышпен айту деп аударылады. Жаңағы worked hard дегені барын салып жұмыс істегенімен мақтанады. Олар мақтанады деп аударамыз. They are tired of working a lot. Олар шаршады, шаршап тұр. Неден? Көп жұмыс істегеннен шаршады, шаршап тұр деп аударсақ болады. Сөйлемдерде етістікті тікелей пайдаланатын болсақ, мысалы, қандай етістікті аламыз? Do деген етістіктегі ing-ді алып тастайық. They are bored of do nothing деген сөйлем дұрыс емес болады. Олай тікелей қолданылмайды. Of doing nothing деп герундиді пайдалану қажет. Герундидің келесі пайдалану түрі ол after certain verbs. Яғни егер біз кейбір, certain деген кейбір етістіктер, кейбір нақты етістіктер дегені, кейбір етістіктерден кейін келесі етістікті пайдаланатын болсақ, онда ол тек герунди болу қажет. Яғни біз бұл туралы негізі ағылшын тілі үйрену сабақтарының 10-шы сабағында айтқан болатынбыз. Ағылшын тілінде егер біз екі етістікті біріктіріп сөйлем жасайтын болсақ, онда ол немесе герунди, немесе инфинитив арқылы жалғанады дедік. Міне осы герунди арқылы жалғануы мына етістіктерден кейін болады. Мысалмен түсінейік. Мысалы, I enjoyed living in France. Егер біз enjoy деген етістіктен кейін келесі етістікті жалғайтын болсақ, онда мынау герунди болып жалғану қажет. Бұл жерде ол зат есім рөлінде болады. Неге? Өйткені аударатын болсақ сөйлемді. Enjoy деген маған ұнады, мен рахат алдым деген сөз. Францияда тұру. Яғни маған Францияда тұру ұнады деп аударсақ болады. Не ұнады? Францияда тұру. Дәл солай тағы бір сөйлем жасайық. Мысалы, discuss деген сөзді алайық. Егер бұдан кейін біз келесі етістікті жалғайтын болсақ, онда герунди арқылы жалғау керек. Немесе алып тастайтын болсақ, онда сөйлем дұрыс емес болады. Немесе жаңағы инфинитив деген нәрсе бар, ол to сөз арқылы жалғанады. Бұл жерде де ол дұрыс емес болады. Өйткені discuss сөзінен кейін міндетті түрде герунди болып келесі етістік жалғану қажет. Сонымен аударайық. We discussed, біз талқыладық. Нені талқыладық? Мында етістік зат есім болып тұр. Нені талқыладық? Демалысқа бірге баруды талқыладық. Нені талқыладық? Бірге баруды. Келесі. I dislike waiting for buses. Мен ұнатпаймын дейді. Маған ұнамайды дейді. Не ұнамайды? Автобус күткен ұнамайды дейді. Келесі. We finished preparing for the meeting. Міне бұл етістіктердің тізімі мына жерде тұр. Яғни finish дегенде міне сөз. Біз бітіріп тастадық. Нені? Жаңағы кездесуге дайындықты бітіріп тастадық. Дайындалуды, дайындықты бітіріп тастадық деп аударсақ болады. Келесі, I don't mind coming early. Мен қарсы емеспін. Don't mind. Coming early. Ерте келуге қарсы емеспін дейді. Міне, I don't mind-тан кейін біз етістікті, келесі етістікті жалғайтын болсақ, мысалы, I don't mind coming early. Немесе I don't mind тағы не? Going early. Баруды, ерте баруды деп жалғайтын болсақ, go, немесе to go деп жалғамаймыз. Тек going деп жалғаймыз. Келесі, he suggested staying at the Grand Hotel. Ол ұсынды. Нені ұсынды? Grand Hotel деген Grand қонақ үйінде қалуды ұсынды. They recommended meeting earlier. Олар кеңес берді. Қандай кеңес берді? Ертерек кездесейік деген кеңесті берді. He kept working although he felt ill. Working деген жұмысын жалғастырды деген ғой.
нені жалғастырып, жұмысын жасауды жалғастыра берді дейді. Ауырып тұрса да дейді, ауырып тұрса да жұмысын жалғастыра берді. She avoided, ол қашты, неден қашты? Talking to her boss, бастығымен сөйлесуден қашты. She misses, ол сағынады, нені? Living near the beach, теңіздің жағасында тұруды сағынады. I appreciated her helping me, мен бағалаймын, нені? Оның маған көмектескенін бағалаймын дейді. Нені бағалаймын? Көмектескенін бағалаймын. He delayed doing his taxes, ол кейінге қалдырды. Нені кейінге қалдырды? Жаңағы taxes деген салықтарын төлеуді, салықтарын жасауды деп аударылады. Бірақ қазақша айтатын болса, салықтарын төлеуді кейінге қалдырды деп аударамыз. Бұл туралы көбірек мысал 10-шы сабақта бар, яғни мынандай enjoy, recommend, imagine, tolerate, understand сияқты етістіктерден кейін келесі етістікті біз тек герунди арқылы жалғаймыз деп жаңа ережені түсінсек болады. Келесі үйренетін нәрсе, бұл герундидің кәдімгі мына present continuous, future continuous сияқты етістік түрлеріндегі етістіктерден, етістік болып пайдаланып тұрған сөздерден айырмашылығы қандай? Бұның айырмашылығын табу өте оңай, өйткені мына continuous етістік түрлерінде present, future, present perfect, future perfect, past perfect, continuous жаңа етістік түрлерінде мұнда етістіктер жіктеліп тұр. Қалай жіктеліп тұр? Одан алдыңғы сөзге қараймыз. Мысалы, I am walking, мен жүріп жатырмын, жүрмін. I will be walking, мен ертең барамын, жаңағы жүруге барамын. I was walking, мен серуендеп келдім, серуендедім деп аударамыз. Яғни, мұнда етістік жіктеліп тұр. Өйткені алдыңғы сөзге қараймыз. To be етістігімен бірге келіп тұр. Сондықтан да мұнда біз бұл сөздерді герунди деп айта алмаймыз. Бұл сөздер жеке дара кездесіп келіп тұрған жоқ. Бұлар кәдімгідей I am, I will be, I was, I have been, I will have been, I had been сияқты сөздермен жіктеліп тұр. Мысалмен түсінейік. Мысалы, мұнда cooking деген сөзі біреуінде етістік болып тұр, ал біреуінде герунди, яғни зат есім болып қолданылып тұр. Мысалы, cooking is a useful skill. Тамақ пісіру пайдалы қабілет дейді. Не пайдалы қабілет? Тамақ пісіру. Ал мұнда the chefs are cooking steaks дейді. Мұнда are cooking болып жіктеліп тұр. Шефтер пісіріп жатыр. Нені? Стейкті пісіріп жатыр деген сөйлем. Енді, мысалы, егер мен мынаның алдына I am деп айтатын болсам, мұнда сөйлем жіктеліп кетеді. Мен пісіріп жатырмын, ары қарай сөйлем дұрыс емес. Мен пісіріп жатырмын, пайдалы қабілет деп. Яғни cooking сөзі жіктелмей тұр. Сондықтан да біз оны герунди екен бірден көре аламыз сөйлемде. Ал мұнда жіктеліп тұр. Егер are сөзі кетсе, алынып тасталынса, онда жіктелмей тұр деп айтар едік. Ал are сөзімен бірге жіктеліп тұр. Сондықтан да герундиді мына етістік түрлерінен айырмашылығын табу өте оңай. Сонымен біз осы сабақта герунди деген ұғыммен таныстық және оның ағылшын тілінде 3 түрлі пайдаланылатынымен таныстық, сөйлемдер жасап көрдік. Яғни ол жалпы барлық жерде зат есім болып пайдаланады. Мұнда кәдімгідей сөйлемнің бастауышы болып пайдаланып тұр, ал мұнда предлогтардан кейін біз міндетті түрде герундиді пайдаланамыз және кейбір етістіктерден кейін герундиді пайдалану қажет. Келесі сабақта біз инфинитив дегенмен танысамыз. Инфинитив өте герундиге өте пайдаланылуға ұқсайды, бірақ айырмашылығы бар. Соны үйренетін боламыз.